Ақш азаматтарының 90% қайырымдылықпен айналысса, Қазақстанда бұл көрсеткіш 10%-дан аспайды. Былтыр британдық Charities Old Formation деген халықаралық ұйым қайырымдылық индексі бойынша рейтинг түзген болатын. Қазақстан бұл тізімде 39 елдің ішінен 87-ші орынға тұрақтаған. Ресми сарапшылардың есебі бойынша Қазақстанның қайырымдылық нарығының жылдық айналымы 300-500 миллион теңгені құрайды. Бұл қаржының 30-45% азаматтарға тиесілі болса, қалғаны демеушілер мен түрлі ұйымдарға тиесілі. Voxball.com сайтының дебатында бүгін біз қайырымдылық шаралардан қайыр бар ма деген сауалды талқылайтын боламыз. Осыған байланысты журналист, қоғам белсендісі Арай Жұмашқызын студиямызға шақырған едік. Сонымен қатар пиар маманы, қайырымдылық шаралардың жетекшісі Ақтолқын Орысбайқызы келіп отыр. Енді алғашқы сауал: қазіргі таңда қайырымдылық шаралар өтіп жатыр, бірақ олардан түсетін сома, яғни қаржының қанша екені бізге белгісіз. Мұны кейбір мамандар қайырымдылық мәдениетінің жоқтығымен түсіндіреді. Бұған қатысты сіздің ойыңыз қандай? Жалпы енді осы уақыт аралығында, енді мысалы мен жұмыс істеп жүрген аралығында жалпы көп бала кезімізде, мысалы мектептен бастап дейінші, сол кезден біз неше түрлі қайырымдылық шараларына өзіміз баратынбыз, ақша төлеп кәдімгідей кішкентай кезден өскеннен. Кейін келе мен өзім сол хабарларды түсіріп, соған мақала жазып, солай жүрдім. Бірақ мен осы қайырымдылық шаралардың бәріне барып жүрмін, неше түрлі әншілер, жұлдыздар келетін, бірақ түскен ақшасының қорытындысы мынандай жерге келінді, мынандай балаларға төленді дегенді естіген жоқпын. Тіпті біздің алдымызда кез келген қазір жерден кетіп баратсаң, мойнына асып, мына балаға көмек керек деген баладан да беруге қорқамыз. Өйткені шын мәнінде сол қайырымдылыққа түспейтін сияқты. Олар қазір тіпті бизнес жасап алды деуге болады. Өйткені олар жаңағы атын жамылып, өздері ақша жинап жүр. Енді заманға қарай қазір адамға деген сенімділік жоқ. Өйткені бұның себебі қайырымдылық қорын жасайтын кісілер мынанша ақша кетті деп оның қорытындысын алып, мынанша бала емделді, жазылды деген нақты дәрек көрмедім. Бірде-екілі ғана болуы мүмкін, бірақ өтеді, өзім концерт түсірем, өткіздім, болды. Одан кейін мен ешқандай соның түскен ақшасын жұмсаған қорды көрмедім. Жақсы, Ақтолқын ханым, сіздің пікіріңіз қандай? Бұл пікірге өте қарама-қайшы пікір. Себебі мен қатысылған шаралардың барлығында сіз айтып отқандай студент кезімізден бастап, тіпті мектеп кезінен бастап қайырымдылық шарасына атсалысқан болатынбыз. Қазіргі таңда еріктілер тобы бар, әртүрлі. Алматының өзінде қазіргі 20-ға жуық еріктілер қоғамы бар. Олар апта сайын шара өткізіледі, әр шарадан түскен қаржы міндетті түрде есеп беріледі. Ол әр еріктілер тобының өзінің арнайы инстада парақшалары бар. Қай қаржы, қай жерге қанша сума кетіп жатқаны толық айтылған ол жерде. Сонда әлеуметтік желіде ғана қойы, белгілі бір отчет бермейсіздер, есеп бермейсіздер? Берілгенде енді баспасөзді шақырылады, көбінде баспасөз келмейді ондай шараға. Ақпаратты қолдау бермейді, сол себептен халыққа жетпей жатады. Жоқ, мен барып мысалға түсіріп көріп жүрмін ғой, бірақ мен оның артынан одан кейін түсіп, мына бала емделді дегенде естіген жоқпын. Енді бізде қатысылған шарада, мысалы жақсылықта жарысаяқта қарайтын болсақ, 44 отбасыға, бір жылдың ішінде 44 отбасыға мысалы көмек көрсетті. Оның әр қайсысына, мысалы, осы жақында ғана бір жылдық есебін берді ғой. Сол кезде мысалы СТВ арнасы шақырылған барлық толық ақпарат сол жерде айтылған болатын. Мысалы қанша қаржының мысалы бір шарадан өтілген шара, мысалы 114 мың ақша түсетін болса, сол ақшаның мысалы ол баланың еміне ма, басқадай жағдайда ма, әлде аз қамтылған отбасы ма, жағдайға байланысты бөлінеді ол жерде. Міндетті түрде. Ал жаңағы көшеден кездескендер, мысалы мойнына асып, осы балаға көмектесеміз дегендер қаншалықты рас сіздің ойыңызша? Ол мысалға тоже ақша табудың көзі, бизнес мысалға өзінің дәлел жоқ та? Қайыр тілеу ол басқа неге кетіп қалады. Ол қайырымдылық шарасына есептелінбейді негізі. Ал өзіңіз мысалға қанша шараны осында ұйымдастырып жүрсіз, мысалға қанша балаға көмегіңіз тиді? Бізде қазіргі таңда 2012 жылдан бастап есептейтін болсақ, негізі қайырымдылық шарасына, 30-дан аса қайырымдылық шарасына мен өзім жеке басым қатыстым. Ол 30 шараның ішінде 8 үлкен отаға қайырымдылық шарасына, Әл-Бахир мысалы былтыр 14 қаңтарда болған. Барлық қазақ эстрадасының әншілері қатысқан болатын. Хит ТВ арнасы ақпаратты қолдау білдірді ол жерде. Сол СТВ арнасы болды. Түскен қаржының барлығы сол жерде мысалы баланың анасына табыс етілді ол жерде де. Бала туралы толық ақпарат берілді мысалы. Қанша қаржы түскен? Енді мынандай мәселе, жаңа қайыр тілеуге байланысты айтайын деген. Яғни кейбіреулер далада заңсыз түрде жаңа қол жаяды, кейбіреулер келіп сіздерге өздері өтініштерін білдіріп жата ма, әлде сіздер өздеріңіз іздеп тауып аласыздар ма осы мұқтаж жандарды? Кейде өзіміз іздеп табатын жағдайлар болады. Себебі мысалы
әртүрлі жағдай болады. Кейде мүфтиятқа мысалы мешітке арнайы келіп көмек сұрайтындар болады. Бірақ көмек көрсеткеннің өзінде Құранда мысалы Аллах пайғамбардың сүннеті бойынша да қарайтын болсақ, жақсылық жасайтын жерге сіз міндетті түрде барып тексеру керексіз. Қаншалықты ол адам мұқтаж қайырымдылыққа. Егер де ол айтылған нәрсенің бәрі ақпарат шынайы болған кезде барып сіз ол кісіге қайырымдылық жасауға міндеттісіз, парыз болып есептелінеді ондай жағдайда. Яғни алдын ала тексересіздер, оның ақпаратын міндетті түрде мысалы концерт беретін кезде ол баланың жағдайы қаншалықты ауыр, мысалы көз жеткізуіміз керек, себебі бізден ол көрерменге жауап беруіміз керек, халық бұқараға жауап береді ол жерде. Сондықтан оның барлығы тексерістен ақпарат өткеннен кейін барып шара жасалады ол жерде. Енді қазіргі таңда біздің елімізде тек қана жаңағы ауру сырқау балалар болсын, үлкен кісілер болсын, соларға жылу дейміз, қазақша айтқанда қайырымдылық ақша сомасын жинап жатады. Жалпы қайырымдылық деген бұл тек қана жаңағыдай ауру сырқауларға ғана көмектесу емес шығар, басқа да шаралар ұйымдастырылу керек. Сіздің ойыңызша қандай шараларға қазір қолдау қажет мысалы? Қайырымдылық, иә. Жалпы мысалы ауру жаңағыдай мүгедектерден бөлек тағы қандай мен енді былай ойлаймын, қарттар үйіне мысалы қатты қайырымдылық қажет. Өйткені ол кісілер қазір қарттар, үлкен кісілер, ол кісілер бала сияқты, оларға кәдімгідей қолдау қажет. Оларға енді міндетті түрде жаңағыдай ақшалай болмаса да концертпен, болмаса оларда қазір жақсы ұйымдар бар ғой, неше түрлі тігінмен айналыстырады, көңілін аулайды. Олармен бірге бала сияқты бірге ойнау керек. Сондай-ақ мен ойлаймын, қазір бізде мысалға әртүрлі нелер жоқ, балаларға арналған бір керемет ұйымдар, олардың бәрі ақылы, мысалға соларға тегін бір ұйымдастырса. Мысалға шахмат ойнау, мысалға бізде бәрі не дейді ғандай үйірмелер бар, бірақ олардың бәрі ақылы. Мысалы ол сондай-ақ біз осы елді мекен үлкен жерлерде тұрамыз ғой, мегаполис, Алматы, Астана деген сияқты. Ол жерлерде мүмкіншілік бар. Ата-ананың да соған қаражаты бар. Ауылдық жерлер. Қанша мысалға бұрын біз өзіміз ауылдан шыққанбыз, өзіміз сол кезде музыкалық мектептерде оқыдық мысалға. Сол кезде біздің мысалға бірнеше бала болғасын бізге төлемегені бар, ал мүлде оқымай қалғаны бар. Мысалға сондай қайырымдылық қордан егер ақша артылып түсіп жатса, соларды неге қолдамасқа? Ауылда неше түрлі көркем өнер паз балалар бар, мысалы. Тігін болатын болсын, жаңағы өнерге қатысты болсын, әрқайсысы. Жалпы енді оның қазір айта берсе негізі көп, еске түсіп тұрғандары әзірге осы. Жалпы сіз, Арай ханым, қайырымдылық шаралардың біздегі оң жемісін, нәтижесін көріп отырған жоқсыз, иә? Сіздің ұстанымыңыз сол. Жарайды, психологтар қайырымдылықты ақылды және ақылсыз деп екі топқа бөледі екен. Ол ақылды дегеніміз жаңағы адамға қажеттісін апарып беру. Немесе жаңағы ақылсыз дегеніміз жетім балалар үйіне теледидар сыйлау деген. Мысалы, ол балаларға теледидардың орнына басқа бір үйірме ашып бермеске неге болмайды. Енді осыған байланысты сіздің пікіріңізді білейік. Жалпы бізде қайырымдылық шараларында сіздер жоқ. Сіздердің қайырымдылық шараларыңызда тек қана осындай мүгедектерге көмектесіздер ме, басқа адамдарға да көмектеріңіз бар ма? Жоқ, қайырымдылық шарасы онымен ғана шектеліп қалмайды. Қайырымдылық деген жалпы ұғым өзі негізі екі жақ бағытқа бөлінеді да олар. Біріншісі рухани экономикалық, яғни ол жерде мысалы адам жылы сөйлеудің арқылы, мысалы қарттар үйіне бару керек, ол қарттардың жағдайын сұрауға, балалар үйіне барып мейірім беру керек деген сияқты. Екіншісі яғни іс тәжірибе жүзінде дейді. Яғни нақтылы адамға оған мысалы белгілі сомада көмектесу, яғни материалдық тұрғыда экономикалық барлығы кіріп кетеді бұл жерде. Ал бізде тек қана бұл жерде мүмкіндігі шектеулі балаларға сол ғана мен шектеліп қалмайды. Қарттар үйі міндетті түрде, балалар үйі міндетті түрде, одан бөлек жаңағы мүмкінді материалдық тұрғыда мысалы қиналып жатқан отбасылар бар, иә? Мысалы бір отбасыда 10 бала, бір отбасыда 8 бала деген сияқты. Оларға қарастырамыз. Одан бөлек мысалы қазір келіп жатыр мысалы жылумен қамтамасыз етеміз, мысалы көмірмен дегенде әртүрлі жағдайлар. Оған байланысты жаңағыдай сіздер айтып отырған мәселелердің барлығы бізде де қамтамасыз етілген. Бізде аптасына міндетті түрде бір шара өткізіледі мысалы. Ол бір шараның ішінде мысалы міндетті түрде 2 отбасыдан 4 отбасыға шейін көмек беру, болмаса жаңағыдай үлкен шара жасау, түскен бірінші өтініштерге байланысты және шараларға байланысты бөліп қарастырылады. Одан бөлек сіздер айтпақшы жаңағыдай әртүрлі айтып отырсыз, Арай ханым, мысалы кружоктар ашу, яғни үйірме ашу, мысалы ол мәселелерде қарастырылған. Себебі біздегі жасап жатқан көбінде осы қайырымдылықпен студенттер мысалы, көп жастар, олардың өздеріне мысалы ондай көлемді түрде қаражат жоқ қой мысалы. Бірақ соның өзінде де
жаңағы көп жиылса жаңағыдай көл болады ғой бұл жерде. Осы жерде бір сұрақ қойғым келіп тұр, Ақтолқын, сізге. Мысалы, қаражат дегеннен бір концертте неше қаражат түседі мысалға? Оны сіздерде именно қаржы полициясы мысалға тексермейді ғой. Бұл салық ештеме салынбайды. Оны қалай жаңағы бөлінуін қалай сіздер қадағалайсыздар, бере аласыздар мысалы? Мысалы, кеше ғана біз концерт ұйымдастырдық, мысалы үкілі үміт атты. Бұл концертте мысалы 257 мыңнан аса қаражат бөлінді концерттің өзінен. Халық толық жиналған жоқ, бірақ түскен билеттен қаржы одан бөлек әрқайсысы көмектесе алған бойынша, көмектескен бойынша 207 мың қаржы. Оны сол концерттің аяғында барлығымыз санап, халықтың көзінше, себебі халық көзі жету керек. Сөйтіп ата-анасын шақырып, жаңағы Бақдәулет бауырымыздың ата-анасын шақырып, сол жерде берген болатынбыз. Енді қайырымдылық шарасы болғаннан кейін өзіңіз білесіз, әртүрлі болады. Кейбір жерде жаңағыда жалға алу залды 10% бересіз, кейбір жерде басшылық рұқсат береді толыққанды. Егер толыққанды берген кезде сол бағаны солмен құямыз, ал егер де сіз айтып тұрғанда салықты төлейтін жағдай болған кезде тиесілі өзінің сомасын төленеді. Бұл жерде барлығы есептеліп қарастырылады. Ал сіздер қалай күн көріп жатсыздар өздеріңіз, мысалы сіздер компания? Біздерде енді компания емес, бұлай еріктілер қоғамы ғой, еріктілер үйі. Әркім өзі мысалы біреу стипендиямен күн көреді, біреу жұмыс жасайды деген сияқты ғой. Қайырымдылықтан ешқандай ақша алынбайсыздар? Жоқ, ешкімнің қалтасына бір тиын түспейді ол жерде. Жалпы былтыр осы жақында ғана шықты ғой, мысалға фрилансерлерге ақша жаңағы олар да төлесін, олар да белгіленсін деп. Осы қайырымдылықтарды да сөйтіп белгілеп, соларға бір салық сияқты қылып заң шықпай ма, сонда кішкене қадағаланар еді. Сіз жарайды бір адам, сіз енді нақты жұмыс істеп отырсыз, ал сіз сияқты қанша нелер бар, алаяқтар бар, сөйтіп айналысып жүргендер, алдап кетіп жүргендер. Осы не арқылы байып жатқандар бар. Оны енді нақты атын айтып түсін түстемей ақ қояйық, бірақ шын мәнінде бар. Жағдайлар рас, себебі енді рас болғанда мен өзім көргенім жоқ. Сондай оқиғалардан кейін халық сенбей жатады. Сенбей жатады. Себебі біз былтыр 14 қаңтарда Аял алақанды ұйымдастырдық қой, осы әншілермен бірге. Сол кезде әншілердің тең жартысы осындай жағдай болады екен деп жаңағы фактілерін айтты да бізге. Сондықтан біз қатыса алмаймыз деген сияқты. Көбінде сол мысалы қайырымдылық деп концерт ұйымдастырады, қаржыны толыққанды айтпақшы, мысалы жұмсалмайды. Болмаса ол негізінде қайырымдылық шара емес екен деген сияқты. Біз мысалы кешегі ұйымдастырылған шарада міндетті түрде бірінші баланың туралы ақпаратпен қамтамасыз еттік. Осындай бала бүгін 4-ші отасы, яғни осы аптада 4-ші отасы жасалынады ол баланың дегенде. Сондықтан сол отаның ақшасы 500 мың теңге екенін біз алдын ала білдік. Сол 500 мыңды таба алсақ әрине ол керемет, таба алмасақ енді шамамыз жеткенше сол қаржыны жинап берсек көмек ретінде біздің. Себебі Аллах тағала өзі жақсылық жасағандарды сүйеді ғой. Адам ізгілікпен кім мысалы жақсылық жасайды, жолы ашылады. Адам өзі Аллахтың разылығы үшін жасалған жерде ода есеп болмау керек негізі. Біздегі қоғамда мысалы жақсылықта жасайық та болсын, Данари продакшн ұжымда болсын, міндетті түрде негізгі мақсат осы ғана бұл жерде. Арай ханым, өзіңіз қайырымдылықпен айналысасыз ба жалпы? Сіздің ұғымыңызда қайырымдылық деген не? Менің ұғымда қайырымдылық деген енді Аллах тағаланың берген 5 парызы бар, соның ішінде арнайы зекет беру. Енді сосын мен былай нәрсені ұғам, енді әр ай сайын мысалға жалақы алсам, соның көлемінде бір көлем, енді Алла үшін, Алланың разылығы үшін деп мүмкіндігінше беруге тырысам. Сосын жалпы кейде қозайып тұратын әртүрлі адамдар болады, жолда кетіп барасың, көлікте кетіп барасың, оларға да бересің. Бірақ ол баю үшін жинап жатыр ма, жоқ ана цыгандар ұқсап біздің өзіміздің жаңа цыган халқы бар ғой, ол кісілер мысалы олар ұлттық дәстүр екен да, олар сөйтіп қайыртілеу олар. Енді мүмкіндігінше оларға бермеуге тырысам. Ал кейбіреулер шын мәнінде ауырып тұрады или көзі соқыр болып тұрады, оларға беруге тырысам өзімнің мүмкіндігімше. Сосын жаңа Ақтолқын ханымның сөзіне тағы да қосқым келеді. Мен көп әнші жұлдыздармен жұмыс істеймін. Мысалға концерттерге баратын жұлдыздар бар. Мысалға көп қатысатындардың бірі Айжан Нұрмағамбетова. Ол кісі өзі айтты, мені осыны бір жаңағы осы қайырымдылықтар қатысам, бірақ мен үнемі айтпайды. Одан кейін де мысалға мен ескермей кетеді дейді. Шақырады сосын. Сондан кейін Сиви ханымды алдап кеткен мысалға жаңағы сөзіңіз аузыңызда. Ол кісі көп неге барып, одан кейін жақында ғана Құралай мен Мираспен сөйлестім. Ол кісілерге де сіздер несіздер деп үнемі шақырып, сондай жаңағы алаяқтыққа түскендер бар мысалға. Қайырымдылық нақты мысал деген жаңа есіме түсіп отқасын сізге айтып жатырмын. Сондай сіздер шақырған кезде оларды қалай шақырасыздар мысалға концерттерге? Нақты жаңағы өтетін кезде болмаса мынандай нәрсе болды ма сіздерде? Сол қайырымдылыққа шақырып, сол кезде келмей қалатын әншілер. Иә, әртүрлі жағдай болады. Келмей қалатында да әншілер болады, келіп қатысатындар да болады. Бірақ бұл жерде бірінші мәселе әншіден де кеткен қателік. Қатысатын шарасын алдын ала зерттеу керек. Ол әншінің өзі болмаса қасында көмекшісі бар дегендей. Ол шақырған жерге де мысалы дұрыс шығар бара беру қайырымдылық. Бірақ бірінші факті тексеру керек қой, сонан кейін бару керек. Біз әншілерге шыққанда міндетті түрде бірінші белгілі жағдай түсіндіреміз.
мысалы осындай баланың еміне концерт болайын болмаса белгілі бір жағдай болып жатыр осыған байланысты атсалыссаңыздар қалай қарайсыздар күнді бірге ортақ белгілейміз содан кейін барып ол шарада міндетті түрде сол адам болады көздерімен көреді дегеннен содан кейін барып көз жетеді расымен де осылай кеше бізде мысалы үлкен әншілерден Алмаман жолова болды ол кісі мысалы керісінше қолдаймын деген сияқты енді бір сұрақ жалпы әншілер туралы білдік кейбіреулері сыйлап барады кейбіреулері жаңағы амалдың жоқтығынан барады дегендей ондай әншілер де бар енді мына сауалға жауап беріңіздерші Қазақстанда жалпы қайырымдылықпен айналысатын жаңағы атағы дүркіреген компаниялар бар ма олардан бір қандай да бір көмек көрдіңіздер ма біз белгілі бір тараптан қолдау көрген жоқпыз бүгінге шейін тек қана өзіміздің жиналған команда ұжымның яғни бір жамағаттың жиналуымен ғана жасалып жатқан шаралар ғана бұл жерде осы сұрақ өте менің жаңа сұрағыма дәлел болып тұр өзім жаңа қарсы пікірде болып тұрмын ғой енді қайырымдылықты жалпы қолдаймын бірақ енді осы жерде мен бір ғана білетін бар алтын жүрек ол жылда ұйымдастырады және олар қорытынды береді өйткені олар үкіметке мемлекетке кәдімгідей жауап береді олардың қайда кетті тіпті олар жаңа экологиялық тұрғыда сол жаққа жұмсайды қаланы қалай тазарту жөнінде ол жаққа түскен ақшалар жаңа неден бөлек осы тұрғыда мен шынымды айтсам енді бәлкім есімде шығып кеткен шығар бірақ көбісі есіме түспей тұр өйткені бір реттік қана болады қайырымдылық бар бірақ олар үнемі айналысып жүретін жаңағы бір ғана не алтын жүрек бір реттік қана мысалға бір рет жасайды сосын жоғалып кетеді енді сіздікінің болашағы бар ма жоқ па оны енді алдағы уақыт көрсетеді мысалы ол мемлекеттік тараптан қолдау білдірген бота қоры бар мысалы енді кейбір мамандар жалпы бизнесмендерге алпауыт компанияларға қайырымдылықпен айналысуды бір өздеріне бағдарлама ретінде енгізіп солай жасауды ұсынып отыр сіздер бұған келісетін шығарсыздар деген ойдамын жалпы мынау үлкен ғимараттардың үлкен жаңағы алпауыт компаниялардың есігін қағып ақша сұраған сәттер болған шығар жалпы сол туралы не айта аласыз жеке басымыз барып бір кісіге барып сіз көмектесесіз бар деп біз жеке бастан сұрап көрген емеспіз тек қана жаңағыдай концерт ұйымдастырып тек қана концерт қана ұйымдастырып емес бізде жәрмеңке ұйымдастырылады міндетті түрде сіздердің сонда тек қарапайым халықтан ақша жинап отырсыздар андай жалпы үлкен компаниялар бар ғой мысалы бар ғой себебі бұл жерде мен басшысы мен емес қой бұл жерде бізде қыздар тобының арнайы жетекшісі бар ұлдар тобының арнайы жетекшісі бар бізде бірнеше жетекші өзі бірігеді ол кіретін жердің барлығына ол жетекшілер ғана кіреді сосын жаңа қайырымдылық дегеннен есіме түсіп отыр негізі бізде қайырымдылықтың жан жақты түрі бар да мысалға қазір бір компаниялар бір-бірімен бірігіп мысалға бензиндікі дейміз сорск не жаңағы Петройл ол мысалға бір оқу орнымен келіседі да оқу орнына тегін стипендиялар беріледі сол сияқты мысалы сондай қайырымдылық болды да ол жақсы да білім инвестициясына құйып отыр яғни ол ертең бала бітіреді сол компанияда жұмыс істейді сол 4 жыл мысалға еңбегін и солай ақтайды осы жерде де қайырымдылық жақсы міне қорытындысы деп осыны айтуға болады негізі қолдайтын осындай бір қайырымдылық шаралар бар ол да жақсы мемлекеттік тараптан сол мысалы оқуды қамтамасыз бота қорын не үшін айтып отырмыз осы бота қоры мысалы балалардың жоғары оқуға түсуіне қамтамасыз етеді мысалы алғашқы 3 жылын оқудың қамтамасыз етіледі толыққанды яғни грантта оқиды ол бала сосын енді ақтолқын ханым сіз айтып отырсыз біз үлкен компаниялардың жаңа есігін қақпаймыз деп негізі халықтың өзінің жағдайы аса мәз емес енді мүмкіндігінше әйтеуір барын береді ғой бірақ сондай компанияларды көбірек тарту керек оларды жарнамалаймыз сіздерді осылай кететін мүмкіншілігіңіз бар деп діни тұрғыда түсіндірсеңіздер ол керісінше жақсы болады көбінде былай болады ақшасы бар адамның қасына барсаңыз керісінше жоғын көп айтады қазіргі уақытта сіздер ойлайсыздар мысалы миллиондап табатын адамнан барып қайырымдылық деген туралы әңгіме бастала бастағаннан бастап ол кісі әңгімені түбегейлі өзгерте бастайды сізге мүмкін ол кісінің жүрегінде енді қайырымдылыққа мүмкін мейірім мәселесі басқалар бірнеше рет барса бір рет барып беті қайтып кетпей екінші рет бірнеше рет барылады ғой міндетті түрде ескерілетін нәрсе бізде алғашында нәтиже болмағаннан кейін барып сондай мәселе жасалып жатыр ғой енді құрметті сарапшылар жаңа жоғарыда дерек келтірдім яғни қазақстандықтардың 30-40% қарапайым халық жаңағы қайырымдылық шарасына қатысады екен сіздер жалпы бұл статистиканы ары қарай толықтыру үшін не істеу керек деген сұрақ қойғым келіп отыр бұл соңғы сұрағымыз Ақтолқын ханым сізден бастасақ бізде көбінде мына ірі мегаполистерде ғана қайырымдылық шаралар ұйымдастырылады басқа қалада ауылда ауданда аймақта да мүлдем қарастырылмаған мысалы бізде қарайтын болсақ Тараздың өзінен алатын болсақ қала ғой үлкен мысалы
қаланың сыртындағы мысалы үміт балалар үйі бар, иә, мүмкіндігі шектеулі. Мысалы сол жерге мүлдем ондай концерттер жасалынбаған. Мүлдем мысалы керісінше олар сол өнер азаматтарын көргісі келеді. Болмаса балалардың жағдайы тым ауыр, өздеріңіз білетіндей. Неге бізде сондай үлкен мәселеге шықпасқа? Тек қана Алматы, я тек қана Астанамен ғана шектеліп қалуға болмайды ғой. Болашақта осындай жоспарлар бар. Елді аумақтағы мысалы жағдайлар бар ғой, солардың мүмкіндігінше. Әрине ол бізде тек қана жақсылықта жазылса Алматы қаласында емес, Қарағандыда ашылды, мысалы филиалдары бар ғой әр қалада. Әртүрлі ақпараттар түскеннен кейін, ақпараттың барлығы зерттеліп болғаннан кейін, қай жаққа аса ауыр жағдайда болып тұр, қайырымға мәжбүр болып, яғни сол уақытта біз барып көмектесеміз мүмкіндігінше ол жерде. Сіздердің ұйымдарыңыз коммерциялық емес ұйым? Коммерциялық емес. Қазақстан діни мұсылмандар басқармасы қасынан құрылған ғой. Еріктілер олай. Жақсы. Сіздің пікіріңіз? Менің ойымша енді қайырымдылық шараларын енді жаңағыдай үлкен жұлдыздармен қатар жаңағыдай кәсіпкерлермен бірге. Олар ақша бермеген күннің өзінде сол кісіні жаңа сарапшы ретінде апарып сөйлетіп, осындай болуға болады деген сияқты ол кісілерді апару керек деп ойлаймын. Ол кісілерді көбірек тарту керек әлі мүмкіндігінше. Өйткені қанша тырса берсе, әйтеуір орындалады ғой бір нәрсе, қанша жүгірсе. Сондай-ақ жаңағы ең өзіңіз айтып отырған тақырыпты тағы қолдаймын. Тек қана ірі қалаларда емес, бүткіл ауыл, аймақ, жерді мекендерде ол жақтың қалын бәрін біліп келу керек. Сондай-ақ менің ойымша, ашықтық қажет. Сосын менің ойымша ол және адамзат баласының тәрбиесіне де байланысты. Мысалға, кішкентай кезден үйреткеннен бар ғой, бай бала тоқ баламен ойнамайды, аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды. Екеуісінің жаңағы деңгейін бірдей ұстау керек та, болмаса сондай жаңа иман жағынан тәрбиелеп өсіру керек. Қалай болу керек? Сен жақсы киініп жүрсің ба? Ана киім жоқ балаға көмектес, тамақ бер деген сияқты мысалға. Сондай егер кішкентай жаңа балабақшадан өскен бала сондай нәрсені білетін болса, ол кейін қайырымдылық жасауға жүгіріп тұрады, асығып тұрады өзі. Тәрбиеден бастап ол енді адамның санасына сіңіру керек меніңше. Сондай-ақ діни мерекелерде ғана бір шаралар жасалып жатыр. Сондай бір 22 наурыз сондай нәрселерде ғана емес, үнемі қарап жүрсе мысалға жай күндері де. Болмаса бір жұма күні деп па, или тағы да бір ұйымдастырса, аптасына бір рет, или айына бір рет деп тағы да. Осы Мәуліт айында, мысалы 19 қараша Мәуліт айы басталды ғой, биыл. Бір ай бойы Мәуліт айы болады. Қазақстанның барлық аумағында діни басқарманың есімімен қайырымдылық шаралар өткізіледі мысалы. Табысыңмен жан-жағыңмен бөліссең, табыс еселене түседі деген бизнестің жазылмаған қағидасы бар. Реті келсе, нағыз мұқтаж жандарға көмек беру сауапты екенін де ұмытпайық. Жалпы еске сала кетейін, бүгін келіп ой жарыстырған қайырымдылық акциялардың жетекшісі Ақтолқын Орысбайқызы және журналист, қоғам белсендісі Арай Жұмашқызы. Сіздерге көп рахмет. Құрметті көрермен, тақырыпқа байланысты алып қосарыңыз болса, voxpol.com сайтына тіркеліп дауыс беріңіздер, ал сондай-ақ қайырымдылық шараларға қатысасыз ба деген сауалнаманы сіздерге ұсынып отырмын. Соған өз дауыстарыңызды беруді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, амандықпен қауышайық.